Ya Аллах тағалам, сен пәксің, сен мақтаулысың, сенің есімің берекелі, сенің даңқың жоғары. Ya Аллах тағалам, бізбен кінәлардың арасын бөгеп тыйып тұратын, өзіңнен қорқа білетін қабілеттен бір үлес берші бізге. Ya Раббымыз, сондай-ақ жәннатыңа жеткізетіндей бойұсынудан бізге жеткілікті үлес берші. Ya Аллах тағалам, осы дүниенің бүкіл қиыншылықтарын бізге жеңілдетіп тұратын шәксіз сенімнен бізге үлес берші, Ya Раббым. Сондай-ақ біздің есту қабілеттерімізді, көру қабілеттерімізді, қуаттарымызды тірі болғанға дейін өзің разы болатын жолда пайдалануымызды нәсіп етші. Аллахым, ұрпақтарымызды да осындай жақсылықтарға мұра қылшы. Аллахым, сондай-ақ бізге дұшпандық жасағандарға қарсы өзің жәрдем берші. Аллахым, басымызға келетін қиыншылықтар дүниеде болса сенің жәрдеміңмен көтереміз, бірақ ол қиыншылықтарды ешқашан біздің дінімізге қатысты жасамашы, Ya Раббым. Ya Аллах тағалам, сондай-ақ осы дүниені біздің уайымымызға ақыреттен жоғары кетіп қалатындай дәрежеге жасатпашы. Сондай-ақ біліміміздің жеткен жері тек сол болып қалмасыншы, Ya Раббым. Аллахым, сондай-ақ біздің сұлтанымызды бізге рахымды қыл, Ya Раббым. Ya Аллах тағалам, осы алған білімдерімізді баршамызға пайдалы қыла көр. Сондай-ақ пайғамбарымызға сенің салауатыңды, сәлеміңді, рахманды, берекелеріңді